Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгінгі біздегі рецепт бисквит жасау. Ең алдымен жұмыртқамыздың ақ уызын және сары уызын бөліп аламыз екі ыдысқа. Жұмыртқаңыздың көлемі ірі болса, 5-6 жұмыртқа пайдалансаңыз болады. Осылай бөліп алғаннан кейін енді ақ уызымыздың үстіне кішкене шымшымды салып, осылай бір араластырып аламыз. Енді қантымызды аз-аздан сала отырып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Өте қарапайым рецепт, бірақ өте әдемі болып шығады. Әппақ болып көбіктене бастайды осындай. Енді сары уызымызды бір араластырып жібереміз. Осы сары уызды ақ уыздың үстіне құямыз. Миксерлесеңіздер де болады, жай қолмен араластырсаңыздар да болады. Енді ұнымыздың үстіне қопсытқышымызды салып, еліктен өткізіп саламыз. Бірден салмаймыз, бөліп саламыз. Қасықтың болмаса осындай күрекшенің көмегі арқылы жоғарыдан төмен қарай сілку арқылы ұнымызды араластырамыз. Өте қатты көп араластырмаңыздар, осылай барлығы жаңағы жұмыртқаңызға араласып бірігу керек. Араластырып болғаннан кейін табамыздың астына осындай қағазымызды төсеп алдық, ешқандай майламаймыз, бірден құйып шығамыз. Осылай сілкіп бетін тегістеп аламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Және пештеріңізге де байланысты. Піскеннен кейін бірден алмаймыз пештен, пештің аузын жартылай ашып қоямыз, кішкене сонда тұрып суиды. Егер бірден алатын болсаңыз, сіздің көтерілген бисквитіңіз сыртқа шыққаннан кейін тығыздап төмен түсіп кетеді. Тағы да ескеретін жағдай, бөлме температурасында бисквит толықтай суы керек. Содан кейін барып, осындай табасынан босатасыз. Және де өз қалауыңыз бойынша 3-2 бөліп аламыз. Міне біздің бисквиттер дайын болды, өте керемет болып шығады. Кез келген кремді жағып, торт жасасаңыз болады. Өте әдемі, міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Менің жаңадан шығып жатқан видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Сіздермен болған Фариза, ас болсын.